Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай тойымды үйдегі бар заттармен жасалынатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен қиярды дәл видеодағыдай ұзынша етіп турап аламыз. Осылай турасаңыздар әдемі болып көрінетін болады. Кейін қызанағымыздың ортасын алып тастап, оны да ұзынша етіп тураймыз. Мендегі сиыр еті, сіздер тауық етін пайдалансаңыздар да, басқа да етті пайдалансаңыздар болады. Жұмыртқа, менде 2 жұмыртқа қостым. Жұмыртқаны әдемілеп, оны да ұзынша етіп турап алатын боламыз. Жасыл бұршақпен майонезімізді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Майонездің орнына сіздер пайызы жоғары қаймақты пайдалансаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады, дәмді болып шығады. Майонезді ұнатпайтын болсаңыздар. Тарелкамызға салып, менде осы тарелкадан 2 тарелка шықты. Үстіне картофель пайды пайдаландым. Ас болсын.